Алматының баспана нарығы жер сілкінісіне дейін және кейін деп бөлінуі мүмкін. Зілзала әсіресе жоғары қабатта тұратын азаматтардың зәре-құтын қашырғанға ұқсайды. Көбі үйін сатып жер үйге көшуді ойға алған деп хабарлайды Инбусинес kz сайты. Тұрғын үй сайттарындағы бағалар да әп-сәтте өзгеріп сала берді. Бұл жолы әдеттегідей орталықтағы пәтерлер емес, қала сыртындағы жер үйлердің бағасы көтеріліп барады. Соңғы тәулікте тіпті жалға алуға деген сұраныс 4 есе өскен көрінеді. Енді көп қабатты үйлердің құны қаншалықты төмендемек? Алматыдағы 8 шақырым жерде орналасқан Іргелі ауылының 17 мыңға жуық тұрғыны бар. Солардың бірі Еркежан. Отбасымен көп бөлмелі жер үйде тұрып жатқанына 2 жылға жуықтады. Біраз уақыттан бері бұл шаңырағын сатып, қаладан пәтер алуды жоспарлап жүрген. Бірақ кешегі жер сілкінісі ол ойын түбегейлі өзгертіп жіберді. Туыстары мен достарының қаладан ауылға ағылған көргесін қауіпсіз жерде өмір сүріп жатқанына көзі жетті. Дос-туыстарымыз келе бастады. Олар 9-14 қабатта тұратын. Олар келіп уайымдап пәтер жалдайды бәрі. Сосын жер үйдің жалға алу бағасын қарай бастады. Жер үйдің қадірін сездік қой. Сондықтан әзірге көшпейтін шығармыз. Қалаймыз, бірақ осы жағдайдан кейін осы үйге шүкір деп отыра беретін сияқтымыз, дейді Іргелі ауылының тұрғыны Еркежан. Алдағы уақытта Іргелі ауылының халық саны көбейетін түрі бар. Осында көшіп келуді ойға алған алматылықтардың бірін түсірілім барысында кездейсоқ кездестіріп қалдық. Асхат Жұмабектің Іргеліден жер учаскесін алып үй саламын деп жүргеніне 8 жыл болған. Кешегі зілзаладан кейін құрылыс жұмыстарын ертерек кіріспегеніне өкінген көрінеді. Қорқып қайда барарымызды, қайда қашарымызды білмедік. Бұлай қарағанда жер үй көп қабатты үйге қарағанда біраз қауіпсіздеу сияқты. Тым болмағанда қашып үлгересің. Көп қабатты үйде қалай қашып үлгересің? Сонымен қайтадан жеріме үй салсам ба деген ой келді. Егер тағы да жер сілкінсе, мен сияқты көп адам жер үйге қашатын сияқты ғой, деді Іргелі ауылының тұрғыны Асхат. Асхат секілді зілзаладан әсер алғаны сонша басындағы баспанасын сатып, ауылдық жерден үй немесе жер учаскесін алуды ойға алған алматылықтар көп. Сатылым сайттарында дүмпуден кейін кей жер үйлер мен учаскелердің құны 15%-ке, ал сұраныс 4 есе өскенін байқаймыз. Бірақ бұл нарық күрт құбылады деуге себеп емес екен. Алматыдағы жер учаскелерінің бағасы онсыз да көп адамдар үшін қолжетімсіз. Құрылыс материалдарының бағасын ескерсек қатты шығындаласың. Оның кімнің қалтасын көтереді? Халықтың аз бөлігінің ғана ондай мүмкіндігі бар, дейді Қазақстанның өзін-өзі реттейтін риэлторлар қауымдастығының президенті Александр Пак. Сондықтан бұл оқиға тұрғын үй нарығына айтарлықтай әсер етпейді. Халық бүгін болған нәрсені ертең-ақ ұмытып кетеді. Жылжымайтын мүлік қалаған уақытында өткізе салатын тауар емес екендігін ескерген жөн, дейді мамандар.